Мен жасымнан жалғыз өстім. Әкем соғыстан оралмады. Өзін көз алдыма еміс-еміс елестетемін. Шал кемпірлер, жасында сен секілді ерке, шолжаң еді дейді. Білмеймін, мүмкін растас шығар. Ол да мен сияқты жалғыз өсіпті. Біздің тұқымымыздан әйтеуір жалғыздық арылмаған. Жора жолдастарым ауылдағы 7 жылдық мектепті бітірісімен жан-жаққа оқуға іздеп шаршып кетті. Мен шешем ауырып үйде қалдым. Көктемгі қара суық өтіп кетсе керек. Ол тура 1 ай бойы төсек тартып жатты. 1 ай бойы 4 ешкі мен 2 қойдың қозы-лағын бағып қағу менің мойнымда. Жаңа біз аулаған сиырымызды көршідегі келіншек сауып беріп тұратын. Оның да өз шаруасы бар. Күнде сауып беруге мұршасы келе бермейді. Кей күні сиыр иістеніп кететін болғандықтан бұзауын ағытып жіберемін. Ондайда апамның шайға қатар сүтін көрші үйдегілерден сұрап алып келемін. Шай демекші, қазан ошаққа араласу да оңай емес екен. Отын тұтата алмай, самаурынның оттығын үстінен үрлеймін деп, түтінге шаш алып, әбден әуреге түстім. Жер майдың да аз кезі. Үйдегі барды отқа тамыза тауызып біттім. Кей күні шамға құятын жер майымыз болмай, қараңғы үйде қамалып отырамыз. Төсекке жүзі домбығып апам жатады. Шашына да ақ жүгіріп қалыпты. Көңілімді жастықсы келе ме, білмеймін. Менің көзімше бір қыңқ демейді. Апам сау кезінде өте қайратты. Қора тазалағанда дәу қап шымтезекті қиналмай көтере беретін. Жұмысына ширақ, азулы болғанмен үй ішінде ол кісіден жұмсақ адам жоқ. Маған мейірімі түскені сонша, жарығым, жаншылмай еркінішші деп ауыр жұмысқа араластырмайды. Бойың өспей қалады деп суда тасытпай қалады. Апамның арманы осы жарығым оқымысты, я өнерлі болса екен дейді. Сондықтан қанша кітап сатып алсам да қолымнан қақпайды. Бір ешкісін қолқаға салып, біреудің домбырасын алып берді. 1 ай өткен соң апам аурудан айықты. Әйткенмен бұрынғы халінің жоғын көріп жүрмін. Бір жағынан колхоз жұмысы, бір жағынан үйдің қат-қабат тіршілігі қабырғасын қайыстыратын сияқты. Онысын сездіргісі келмейді. Бірақ мен біліп жүрмін. Аяймын өзін. Апа, 1 жылша жұмыс істемей-ақ қойыңызшы, табысты мен тауып береймін, дедім. Қой жарығым, әлден ауыртпалықты саған салсам, не болғаным, деп бой бермейді. Сөйтіп жүргенде ауру тағы қайталанды. Енді үзілді кесілді айттым. Апа дедім, мен енді қара жұмыс істесем де сізді асыраймын. Апам әуелгіде ұрысты, айналайын күнім деп үгіт айтып көрді. Бірақ мен қасарысып алған бетімнен қайтпадым. Өз бетіңше жұмыс істеп, бір үйдің асырайтын адамы атанғанда жақсы екен. Әкем құралпы адамдармен бірге Балқаш көлінен балық аулаймын. Теңіздің үсті аунаған ақ толқындар, балықшы өмірінің әрі қауіпті күндері мен түндері мені қайта туғызғандай етті. Үнемі үлкен адамдардың ортасында жүрген соң, өзің де тіршілікке байыппен қарай бастайды екенсің. Әкелген алғашқы табыстарым апамды қуантушы еді. Бірақ айықпайтын бір мұңды байқаймын. Қатарымнан қалып, қара жұмыс істеп жүргенімді сірә намыс көреді-ау деймін. Қанша дегенмен ауыл іші ғой. Пәленшенің баласы пәлен жақта оқып, кісі болған көрінеді. Әй әлгі Шәміштің жалғызын қойшы, деген қаңқу сөзден өзін әбден ығыр еткен бе деймін. Бүйтіп жалғыз шешемнің көңіліне қаяу салғанша, тырбаны оқып көрейін, тым құрыса техникум бітірейін-ау деген тоқтамға келдім. Осыны айтып едім, апам қуанғаннан көзіне жас алып, күнім жарығым деп бетімнен көп сүйді. Бар қызығым, сен оқы, деді. Былтыр аудан орталығынан ауыл шаруашылығының мамандарын даярлайтын техникум ашылған болатын. Тәуекел деп соған барғым келді. Өзінің жатақханасы, аздаған стипендиясы бар екен. Бірақ апам мені жатақханаға жібергісі келмеді. Кім біледі, бұзық балаларға кездесіп, оқуыңа кесірін тигізе ме, деп таныс біреудің үйіне орналастырмақ болды. Әрі ойлап, бері ойлап тоқтағаны Кәдірбай дегендікі. Апамның айтуынша өзінің үйі де оңаша, шуылдайтын балалары жоқ. Әр апама алыстан қосылатын ағайын адам екен. Апам мені жолға ұзақ әзірледі. Киім кешегімді жамап жасқап, бәрін име жіппен өткізіп шықты. Құнажынын сатып, жаныма ақша салып берді. Қолында сиырдың биылғы бұзауы 3-4 уақ малы қалды. Осымен ақ өлмес күнімді көрем деп қояды.
жататын үйіңе деп бір қап құрт майын және берді. Колхоз басқармасынан рұқсат сұрап, аудан орталығына мені өз алып бармақ болды. Несіне әуреленесіз, өзім де жол таппаймын ба дегенімде. Өзім жайғастырып қайтпасам, сен не білесің, әлі басың шикі деп көнбеді. Біздің колхоз аудан орталығынан алыс болғандықтан самолет қатынайтын. Әнем не дегенше жетіп қалдық. Апам самолет ішінде құсқан жоқ. Жел қанша шайқаса да тырп етпей отыра берді. Жүрегі мықты екен. Әуелі мен жататын үйге келдік. Сосын балаша қолымнан жетелеп техникумға ертіп барды. Директорға өзі жолығып, мені қатты тапстап кетті. Ұялып теріс қарап тұра бердім. Апам жүрерінде оңаша алып шығып, ал енді құлыным, адам бол, оқы. 17 жігіт жасы, өзіңе өзің мығым бол деп ақылын айтты. Апамды самолетке мінгізіп жібердім де, көп уақытқа дейін қарап тұрдым. Самолет бұлдырап көк аспанға сіңіп барады. Бір сәт анасынан бөлініп қалған балапан сияқтымын. Бірақ апамның 17 жігіт жасы дегені ойыма түсіп, бойымды тез жидым. Біраз уақыт өзіммен өзім оңаша жүргім келді. Селоны қиғаштай кесіп өтіп, өзен жағасына келдім. Көк шалғында аунап біраз жаттым. Күн батар мезгілде биіктеу бір дөңнің басына шығып, өзіме бейтаныс селоға сыртынан қарап тұрмын. Біздің колхозда емес, көшелері жағалай, тал терек, үйлері де еңселі. Осы мезгілде біздің ауыл азан қазан болып жатушы еді. Мұнда оның бірі де жоқ. Шаң-шаң етіп үрген иттерден басқа ушу болып жатқан малды көре алмадым. Көшелер мен жолдың шаңын шұбартып машиналар өтеді. Ал бізде мал тұяғы көтерген сар топырақ шаңнан күннің көзі көрінбейтін. Күн батып, қас қарайғанда көңілім бір түрлі елегізіп, жабырқау тарта бастады. Тағы да жалғыз шешем, ауылдағы құрбыр-құрдастарым, үсті басым алмандай, су балшықты ағалар есіме түсіп, қобалжып кеттім. Бәрі де мені су ортасындағы аралға тастап кеткен сияқтанды. Ел орынға отырған шақта жататын үйіме келдім. Бағана күндіз келгенімде үйден ақсары келіншек шығып қарсы алған. Өз сондай ақ жарқын, жылы жүзді екен. Апамның жиен інісі үйінде жоқ екен. Келіншегінің айтуынша кеңседегі қызметінен түскі тамаққа келуге тиіс. Біз үй иесін тостық. Жол жөнекей бұл үйдің жай-жапсарын апам түсіндіріп келген. Алыстан қосылған Кәдірбай деген бұл інісі аудандық мал дайындайтын мекеменің бастығы көрінеді. Өзі соғысқа барған, шамасы шаруашылық жағында жүріп, нағыз қан майданды көрмесе керек. Қол-аяғы бүп-бүтін, жарақаты жоқ дейді. Апамның айтуына қарағанда, бұл өз өлмейтін жерінде, өлейтін жерінде білетін еті тірі пысық адам. Шешесі марқұм сондай еді, деп қояды апам. Кәдірбай майданнан қайтып келген соң 5-6 жыл сал жүріпті де, осы Балжанға үйленіпті. 17-ге жаңа толып, бой жетіп отырған қыз, жасы өзінен бір мүшел үлкен кексе кісіге тигісі келмеген. Бірақ ауданда белді қызмет істеп, төңірегін түген деген Кәдірбай ұзын құрығын салып жүріп, асау қызды бастықтыртып алған сияқты. Апамның айтуынша Кәдірбай үйінің көгілдария тұрмысына Балжанның көзі қызыққан. Түс әлетінде үйге Кәдірбай келді. Ұзын бойлы, арық, тарамыс денелі, қара кісі екен. Бет бітімі сопақша, сығырайған кішкене көзі үнемі жасаурап тұрады. Еріндері боп-боз, сөйлегенде зорға ашылады. Сөйлегенде деймін-ау, ол тіпті келгелі жартып дәнең айтқан жоқ. Апаммен амандасқанда ғана езу тартқан болды. Бұдан өзге бетінен жылылық бір белгі байқамадым. Шешемнің айтқандарын я қоштағаны, я қоштамағаны белгісіз, көзін бір ноқаттан алмай, үн-түнсіз тыңдап отырды. Шыны керек, бұл тұрпатын әдегенін ақ жақтырғам жоқ. Сұр тұман сияқтанған көңілсіздікті ақ жарқын мінезімен серпіп тастап жүретін Балжан ғана. Ол көбінесе күйеу үшін жауап беріп, апамның сөздерін қоштап отыр. Соған қарағанда менің келгенімді жек көрмейтін тәрізді. Апам Балжан Кәдірбайға жасы егделеу болған соң тигісі келмеді деп еді. Онысы әшейін жиен інісі болған соң іш бұралғаны екен. Шындығында Кәдірбай Балжан сүйіп тиетін жігіт емес. Әуелгіде менсінбей жүрген болуы керек, келе-келе бой үйреніп кетсе керек. Бұл үйде жүргенімде біраз уақыт өткен. Мен ойлағандай Балжан күйеуін менсінбейді емес,
қайта ақыл есін сыйлай ма деп қалдым. Үйге талай қонақтар келді, талай әңгіме ырду-дырду естідім.